Мызы көшесі. Бұл жерде авто да жүреді, адамдар да жүреді, өте тар. Және де асфальт жоқ. Барлық жерде жатқан қоқыс. Қанша рет қалалық әкімшілікке видео жазба жасап үндеу жасадым осы жайлы. Бірақ өкінішке орай түк те өзгерген жоқ. Мына жаңбыр болды. Әр жерде лай, қоқыс. Қарама-қарсы жерде көтерме сауда базасы бар. Адамдар көп барады. Және де ана жерде жаяу өткел жоқ. Пешеходная дорожка. Зебра жоқ. Адамдар өздерінің денсаулықтарын, өмірлерін қауіпке төнгізіп, ана жерден жүгіріп өтеді жолда. Өткені айналып, арнайы жаяу жүрушілерге арналған өткелге бару біраз уақыт алады, әсіресе сөмке болған кезде. Осы әкімшілік пен полиция басқармасы осы ауданға, осы жерге назар аударса ғой. Қараңыздар. Тек қана магистральды шосселерді жөндей бергенше орталық көшелерді, осындай кішкентай көшелерге де назар аударса қала әкімдігі.